Енді бізде міне қазір күрішті пісірейін деп жатырмыз. Күрішті алдын ала пісіріп болғанда, енді күрішті ертерек біз тағамды дайындаймын дегенше ертерек қойып қойсақ, біз тағамымызды пісіріп боламын дегенше күрішіміз дайын болады. Сондықтан күрішті біз 3-4 қайтара жуып алдық. Енді міне қазанымызға майды құйдық. Қазан мен әдейі өзім кішкене шағын қазан алдым, өте көп болып кетпесін деп. Мынаның өзі 4-5 порцияға жетеді. Енді қазір біз майды қыздырып қойдық. Май қызғаннан кейін жуылған күрішті саламыз. Сосын күрішті бұлғап, қайнаған суды үстіне құйып қоямыз. Үстіне қайнаған суды құямыз. Қазір майымыз қызсын, қалған жалғасын жалғастырамыз. Қыздар, ханымдар, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, менің күрішім қуырылып жатыр. Болып қалды-ау деп тұрмын. Өйткені екінші қолмен ұстағанға, қазанды ұстағанға менің қолым бос болмай тұр. Сондықтан енді қарап алыңыздар. Мен бұған қазір тұз саламын. Қайнаған суым дайын. Тұзды саласыздар, қайнаған судан құясыздар да. Сосын бұл өзі осы судың ішінде тұрып бір қайнайды. Қайнаған суды білесіздер, қанша құятынымызды, ондай көп құймаймыз қатты. Бізге бұл күріш рассыпчатый болу керек. Шашпа палау деген сияқты. Міне мынандай қылып жақсы бұлғадық міне. Енді бұл жақсы қайнап жатыр. Астың бәрі ажыратылды жаңағы. Неміз жақсылап қуырылды. Өздеріңіз көріп отырғандай. Енді бұның астын мен баяу отқа қойдым. 2-ге қойдым. Қазір кішкене суы тартылсын. Қайнап тұрған су жоқ болса, онда салқын су құйсаңыздар да болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Суды күрішке құйған кезде өздеріңіз білесіздер ғой, мынандай бір қасық дейміз бе, мына бір қарыс, мынандай бармақтың мынандай осыншасына дейін құясыздар болды. Сосын міне уже астында ешқандай ештеңе жабысып жатқан жоқ, бәрі жақсы. Бұл қайнап болды міне. Енді астын баяу отқа қойдым, қақпағын жаптым. Болды. Примерно бұл енді осы тұрған жерде бір жарты сағаттай пісіп, жарты сағаттай болады, жарты сағаттан кейін дайын болады. Жақсы, жарты сағаттан кейін дайын болған кезде сол кезде көрсетем. Ары қарай кеттік.